Қайырлы күн, құрметті Тарих мектебі каналының көрермендері. Бүгін каналымыз сіздерге кезекті тақырыбын ұсынады. Ол үшін алдымен каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Үлкен өтініш, каналға қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі біздің үлкен тақырыбымыз Батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін Жетісу аймағында құрылған өте үлкен алпауыт қағанаттардың бірі Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 704-756 жылдар аралығында өмір сүрген, басшысын қаған деп атайды. Батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін оның орнына Түргеш қағанаты керіліп құрылады. Оның батыс бөлігі Орта Азияның оңтүстік шығысындағы Шаш, қазіргі Ташкент қаласынан басталса, шығыс бөлігі шығыс Түркістандағы Бесбалық, Тұрфан қалаларына дейін созылып жатты. Орталығы Суяб қаласы болып қалыптасты. Құрамына Батыс түрік қағанатының сол қанатындағы 5 тайпа Дулу құрамына енеді. 6 ғасырда Шу, Іле өзендері жағасын мекендеді және Жетісудағы керуен жолдарын бақылауда ұстады. Олардың негізгі тайпалары сары түркештер Шу бойын, Ордасын, Суяб қаласын басқарса, қара түркештері Талас аймағын мекен етті, Ордасы Тараз қаласы болды. Қара түркештерді қосымша деректерде Іле түркештері деп те атайды екен. Олар туралы деректі біз күлтегін жазба ескерткіштерінде жазылған, Қытай жазба деректерінде жазылған, әсіресе Тоныкөк жазуында түргештердің жеке қағандық болып құрылуы туралы дерек айтылады. Сонымен қатар араб географы Әл-Идрисидің 12 ғасырдағы еңбегінде түргеш сөзінің мағынасы нағыз түрік деп берілген екен. Шаруашылығы барлық тайпаларға ортақ көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен және жартылай отырықшы егіншілікпен айналысты. Түргештердің территориясы Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан сауданың жақсы дамуына әкеп соқтырды. Әсіресе Суяб, Баласағұн, Тараз, Испиджаб сияқты қалалар сауда жасауға үлкен мүмкіншілік берді. Сонымен қатар ежелгі деректерді ақтарып отырсақ, 704-766 жылдар арасында осы Тараз қаласында түргештердің теңгесі соғылғаны туралы дерек айтылады екен. Тараз қаласынан Түргеш қағанының теңгесі немесе түріктің көк ханының теңгесі деген соғды жазуымен жазылған теңгелер табылған. Теңгелер әртүрлі күміс, мыс негізінде жасалған екен. Тіпті ортасы ойық теңгелердің өзі Қытай даласынан келгендігі белгілі, өйткені Ұлы Жібек жолындағы негізгі көпестердің алаңы Қытай саудагерлерінің еншісіне тиесілі еді. Енді осы Түргеш қағанатының саяси тарихы қандай болды деген сұрақпен ары қарай жалғастырамыз. Үшлік қаған 704-706 жылдар аралығында Түргеш қағанатының негізін қалаушы, ол өте керемет әкімшілік реформалар жүргізді. Түргеш қағанатын 20 әкімшілік аймаққа бөліп, әр әкімшілік аймаққа 7000 әскерден тұрды. Тайпаларын екі ордаға бөлген. 18 ғасырдың басы Қытайға өзін мойындатып, жеке мемлекет екендігін дәлелдеді. 706 жылы Үшлік қаған араб әскеріне қарсы тұрған соғдыларға үлкен көмек берген деседі. Алдыңғы материалда айтып кеткендей, Орта Азияда дін үшін күрес желбеуімен араб халифаты өзінің хазауыт соғыстарын жариялаған болатын. Міне осы арабтар Орта Азияға келіп соқтығысқан еді. Орталықта өмір сүріп жатқан соғдыларға Үшліктің көмек беруінің өзіндік себебі бар, өйткені
араб халифаты соғдыларды жеңген жағдайда үшлік қағанның территориясына енуі әбден мүмкін. Енді осы үшлік қағаннан кейін билікке 706-711 жылдары Сақал қаған келеді. Сақал қаған ол үшліктің тікелей мұрагері болып есептеледі. 708 жылы сары түркештер мен қара түркеш тайпалары арасында билік үшін талас тартыстар басталып кетеді. Осыны пайдаланған шығыс түрк қағаны қапаған қаған шабуыл жасап, Сақал қағанды өлтіріп кетеді. Осы уақытта 709 жылы араб қолбасшысы Кутиба ин Муслим Бұхара қаласын бағындырып, Шаш пен Испиджабқа 714 жылдары жорықтар жасап жатқан еді. Оның орнына Сұлу қаған келіп орналасады. Сұлу қаған 715-738 жылдары билік жүргізеді. Бұл бірақ қара түркештердің көсемі. Осы жерден сары түркештер мен қара түркештердің арасындағы билікке талас тартыстың күшейген көруге болады. Қара түркеш көсемі Сұлу қаған астананы Талас қаласына ауыстырады. Тәуелсіздік жолында үш жақты күрес жүргізеді. Батысында араб шапқыншылығы, шығысында Қытай мемлекеті, Таң империясы және солтүстік шығыста шығыс түрік қағанаты жиі жорықтар жасап жатқан еді. 717 жылы Сұлу қаған Таң империясына барып, уақытша бейбіт келісімге келіп қайтады. Білгей қағанмен және Тибет патшасымен құдандалық арқылы шығыс жағдайын дұрыстап алады. Ал арабтарға қарсы Орта Азия халықтарымен, әсіресе Самарқан, Бұқара, Шаш, Ферғана тұрғындарымен одақтасып келеді. Сұлу қағанның соғыстағы сондай керемет шабуылдарының нәтижесінде арабтар оны Әбу Музахим деп атап кеткен. Яғни Әбу Музахим сөзінің мағынасы сүзеген немесе мүйізді қаған деп аталады. Өйткені 720-721 жылдары осы Сұлудың әскері Кулишор соғды жерінде арабтарды қуып шығып жеңіске жеткен болатын. 737 жылы Сұлу қаған Тоқарстанда қарлықтарды бірігіп, арабтарды жеңіп қайтады. 738 жылы өкінішке орай осы Сұлу қағанды Навакет қаласында өз қолбасшысы Баға Тархан өлтіріп тынады. Сұлу қағаннан кейін билікке келген Тұқарсан Құтжар қаған, ол Сұлу қағанның баласы. Қағанаттың саяси және экономикалық жағдайы әлсіреп кетеді. 737-748 жылдары араб қолбасшысы Насыр ибн Сейяр Қазақстанның оңтүстігін бағындырып үлгереді. 738-748 жылдар аралығы сары түркештер мен қара түркештер арасында таққа таластың өте қатты қарқынды 20 жылға күрес созылған уақыты еді. Әрине, Қытай шапқыншылығының салдарынан, араб шапқыншылығы салдарынан түргеш қағанатының әлсіреу кезеңі басталады. 740 жылдары Қытай әскері Испиджабты басып алады. Ал 748 жылы осы Қытай империясы өз әскерлерін Жетісуға аттандырып, Суяб қаласын басып алады. Тұқарсан Құтжардан кейін билікке Жыпыр қаған келеді. Ол қара түркештердің тарханы. 749-753 жылдар аралығында билік жүргізеді. Жыпыр қағанның тұсында 751 жылы Тараз маңындағы Атлах қаласында Атлах шайқасы болады. Атлах шайқасы тарихта Тараз шайқасы деп те айтылады. Арабтар мен Қытай арасындағы 5 күнге созылған шайқастың нәтижесінде түргеш қағанаты ыдырап кетеді. Қытай әскері Жетісудан біржолата кетуге мәжбүр болады. Ислам діні енгізіледі деген сияқты оқиғалар маңызды рөл атқарады. Бірақ өкінішке орай мемлекет ыдырап кетеді. Яғни кез келген мемлекеттің ыдырауына таққа талас билік үшін күрестің нәтижесі. Келесі Атлах шайқасы туралы өте керемет мәліметті білгілеріңіз келсе, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақыттағы видеомыз Талас шайқасы туралы болмақ.